Уақытты ұтымды әрі үнемді пайдалана білу қажет. Бүгінгі таңдағы халыққа қызмет көрсету орталығында барлық қызмет түрлері цифрландырылған. Кез келген тұлға интернет арқылы электронды үкімет қызметін пайдалана алады. Бар болғаны электронды үкімет порталын меңгеріп, жеке электронды сандық қолтаңбаңызда енгізсе болғаны. Павлодар Open орталығы мен халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерлері бүгін жергілікті тұрғындарға бір күндік электронды қызметті тегін үйрету акциясын жасауда. Электрондық цифрлық қолтаңба жеке қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның иесіне тиесілі екенін және мазмұнның өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар терімі. Басқаша айтқанда, электрондық цифрлық қолтаңба қол қоюшы тұлғаның өз қолтаңбасына тең әрі бірдей жауапкершілік ала алады. Бүгінгі халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерлері келушілерге осыны үйретуде. Оқытып үйрету тәсілі кез келген тұлғаға қажет. Бүгінгі Павлодар қаласының әкімдігі халыққа қызмет көрсету орталығы және мемлекеттік қызметтер департаментімен бірлескен акция жүріп жатыр. Қызметті өзің ал деген, әрине бұл керек, қажет нәрсе, өйткені кез келген адам өзінің электронды цифрлық қолтаңбасы арқылы өзіне керек қызметті халыққа қызмет орталығы келмей-ақ кез келген жерге алу мүмкіндігі бар. Мобильді үкіметке қосылу рәсімін тікелей халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері жүзеге асырады. Пайдаланушының өзімен бірге жеке куәлігі және тексеру коды келетін ұялы телефон нөмірі болуы қажет. Әрине, міндетті түрде жеке тұлға өзі пайдаланушылық келісімін толтыру керек. Мінекей, дәл қазір менің қолымда өзімнің жеке электрондық цифрлық қолтаңбам арнайы сақталған флешка бар. Осы арқылы мен кез келген уақытта, кез келген жерде өзіме керекті барлық қызметтерді пайдалана аламын. Ең бастысы уақыт үнемдеу менің қолымда. Бүгінгі өз қызметіңді өзің ал акциясы халыққа осыны береді. Акция барысында электронды қызметті үйренуге келушілерге жеке мәліметтері сақтаулы арнайы флешкалар сыйақыға тартылды. Әсел Жақсыбай, Әмір Ерланұлы, Ертіс